Қолдың помидорларынан бүгін огонек жасаймыз. Огонек немесе приправа дейді оған. Мен балаларым жесін деп қатты ащы қылмай, ащы бұрыштарын аз қосып жасайын деп жатырмын. Бұған таңдаған помидорлар қалың, андай суы аз помидор таңдаған жақсы. Еті көп, суы аз помидорлар. Сондай помидорлар таңдап алдым өзіміздің огородтан. Астында мінекей тәтті бұрыштар, көріп тұрғаныңыздар, тәтті бұрышта қосуға болады. 10 килограмм помидор алам. Соған бір стақан чеснок салам. Қазір чеснокты дайындап жатырмын. Сосын оның бәрін мясорубкадан өткізіп алам. Болмаса блендерден өткізіп алуларыңызға болады. Жесін деп бір бас қана чеснокты тазалап блендерден өткізіп жатырмын. Сосын 10 келі помидорға 10 аспиринді салып, ешқандай қайнатпай, осы вариантпен осы жолы жасайын деп жатырмын. Себебі бұрын мен бір стақан 9% уксус қосатын едім. Уксус асқазанға зиян, одан аспирин жақсы, қанды сұйылтады деп. Сонан 10 келі помидорға 10 аспирин қосайын деп жатырмын. Және мынандай кішкентай ащы бұрыштар өзім огородымда өседі, өте ащы. Кім ащыны қаласа көбірек салуға болады. Мен 2-3 қана басын саламын. Себебі мен балалар жесін деп отырмын. Сондықтан 2-3 қана бас қосам. Және мына чесноктың да тек бір басын ғана қосам. Негізі адамдар толтырып бір стакан чеснокты салып жатыр. Үлкен 200 граммдық стаканмен. Мен тек бір басын қосып жатырмын. Помидорлардың бәрін осындай қылып турап алдым 3-4 бөлікке. Осылай блендерден бәрін өткізіп жіберейін деп жатырмын. Солай 10 келі помидордың бәрін мясорубкадан өткізулеріңізге болады чеснокпен қосып. Мен чеснок давкамен чеснокты ұнтадым. Мынаны мясорубкадан, мына блендерден өткізейін деп жатырмын помидорды. Мінекей дайындадым. Бірақ маған әлі де ірі сияқты көрініп тұр. Блендер ондай қатты eze алмады жаңағы. Енді блендермен қайттан езбесем, ең дұрысы мясорубка екен. Үлкен кастрюльге жасап. Осы қазір 5 нені салып қойдым. Әлі помидорым бар. 10 келідей помидор салып, мындай аспириннің, көрінбей тұр ма? 5-еуін салдым. Осылай түнге қойып қоям былғап салқын жерге. Сосын ертеңгісін тағы да былғап бетінің көбігін аламын да банкілерге құйып қоям. Банкілерді мен стерилизовать етіп дайындап қойдым. Бұлай кәдімгі флакондарға да құйып жатыр. Адамдар 10 аспирин салса 10 килограммға ол ешқандай да ашымайды екен. Мен көп банка дайындап қойдым. Қақпағында өзінде стерилизовать етіп қойдым. Бәрін қайнатып, қайнатпаған банкіден де жаңағы 10 келге 10 аспирин салса атылмайды екен. Мен сонда да өзім үшін қайнатып стерилизовать етіп қойдым. Банкында, қақпағында. Және мен мына неге приправаға балаларым жейтін болғандықтан 5-те, 4-те кішкентай. Оларға кетчуп сияқты қылып, тұщы қылып, ащы бұрыш салмай, бір кіттай ащы бұрыштан салдым. Чесноктың да бір басын салдым. Соның өзінде чесноктың дәмін біліп қалып, балалар ащы деп жемей тұр. Біздер қатты острый огонекті жемейміз, бізге сол тұщысы жарайды. Кетчуп болады сонда. Сосын дәміне қарай тұз саламыз. Қарап араластырып, мына жерде мен 2 столовый ложка салдым. Тағы да қарау керек, егер тұщы болса 3 столовый ложка салуға болады. Әр адамның өзінің бірақ несіне қарай. Біреуге мүмкін тұщы ұнайды, біреуге ащы ұнайды. Соған байланысты дәміне қарай салыңыздар тұзды.